Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз сіздермен дубайский чизкейк жасап көретін боламыз. Алдымен песочная основа жасау үшін ыдысқа қант ұнтағын, миндальная мука, какао, тұз және сары майды салып араластырамыз. Бәрі біркелкі болып араласқан соң, онымен жұмыртқаны саламыз. Қамыр дайын. Енді противенге салып 180 градуста қыздырылған пеште 20 минуттай печенье қылып пісіреміз. Піскен печеньені суытып, блендерге салып үгітеміз. Үгітілген печеньеге сары майды ерітіп құйып, біркелкі болғанша араластырамыз. Енді форманың сыртын фольгамен ораймыз. Чизкейктің түбі фольгаға жабысып қалмау үшін үстіне пергамент қағазын төседім. Үгітілген печеньені кольцоға салып формаға келтіреміз. Тығыз болу үшін стаканды қолдануға болады. Енді чизкейк жасаймыз. Миксердің ыдысына бөлме температурасындағы творожный сырды салып, әбден біркелкі болып, езілгенше араластырамыз. Миксерді тоқтатып, қант ұнтағы мен крахмалды салып араластырамыз. Қант ұнтағын салған жерім видеоға түспей қалыпты, сіздер ұмытып кетпеңіздер. Шоколад пен сливкиді біріктіріп, ерітіп, творожный массаға құямыз. Ең соңында жұмыртқаны бір-бірлеп қосамыз. Масса дайын. Арасында комок болмас үшін массаны ситадан өткіземіз. Егер творожный сырдың жақсы араласқанына сенімді болсаңыз, онда ситадан өткізудің қажеті жоқ. Массаны формаға салып, біркелкі қылып жаямыз. Егер сіздің духовкаңыз менікі сияқты пары жоқ қарапайым болса, онда астыңғы жағына противенге су құйып қоямыз. Үстіне противенге чизкейкті қойып, 160 градуста 50-60 минуттай пісіреміз. Чизкейктің пісу уақыты аяқталған соң, духовканы өшіріп, есігін сәл ғана ашық қылып қалдырамыз. Егер чизкейкті ыстық духовкадан бірден сыртқа шығарсаңыз, ортасы түсіп кетуі мүмкін. Чизкейк әбден суыған соң, үстіне фисташковая начинканы саламыз. Фисташковая начинканың қалай жасалатынын алдыңғы видеода дубайский шоколад жасаған кезде көрсеткен болатынмын. Видеоның астына сілтемесін қалдыратын боламын. Енді шоколад пен сливкиді біріктіріп, ерітіп үстіне құямыз.
бетін тегістеп, тоңазытқышқа бірнеше сағатқа шоколад қатқанша қалдырамыз. Бірнеше сағаттан кейін чизкейкті формадан шығарып, подложкаға қоямыз. Енді ақ шоколад пен какао масланы араластырып ерітіп, сары және жасыл түске бояп, щетканың көмегімен чизкейктің бетіне себеміз. Пышақты ыстық суға малып отырып, чизкейкті бірнеше бөлікке бөлеміз. Чизкейк дайын. Дәмінің ерекшелігін сөзбен айтып жеткізе алмаймын. Шоколадты чизкейк пен фисташковая начинканың дәмі бір-бірімен өте жақсы үйлесті. Бетіне құйылған шоколад пен сливкеде ерекше дәм беріп тұр. Жасап көруге кеңес беремін. Егер видео сізге ұнаса, лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыз. Сау болыңыз.